Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің тамаша ма? Жарайсыңдар. Міне математика сабағында көңіл күйіміз тамаша болып орындаған кезде біз көп есептерді оңай шығара аламыз. Мен сендерге осыған кепілдік беремін. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз ол қозғалыс бағыты. Бұл тапсырманы біз өмірмен қалай байланыстырсақ болады? Балақай, осы жолда келе жатып, біреуден уақыт сұрап жатқанын естідің ба? Әрине. Немесе жолда келе жатып, басқа бір жерге қалай жету жолын сұрап жатқанын естідің ба? Әрине естідің. Және де мына айтып жатқан адам дұрыс түсіндірген жағдайда келесі адам жететін жерін оңай тауып барады. Дұрыс па? Міне, осындай тапсырма берілген екен. Қыз бен ұл қарауылдың үйіне және де қарағайға дейінгі жолды қалай барады, соны екеуміз бірге түсіндіруіміз қажет. Бірінші, мына қыздың қарағайға дейін баратын жолын мен түсіндірейін. Ал сен баланың мына қарауылдың үйіне дейінгі жолды маған қалай түсіндірер едің, соны видео түрінде сенен күтетін боламын. Ал енді тыңдай ғой. Биік қарағайға дейін бару үшін бірінші түзу жүріп, не істейміз? Төмпешіктерден оңға қарай бұрыламыз. Саңырауқұлақ өсіп тұрған алаңды айналып өтіп, солға қарай бұрыламыз. Солға қарай бұрылғаннан кейін томаршаға жетпей, солдан не істейміз? Қайтадан түзу қарай жүреміз. Және екі төмпешік өткеннен кейін оңға қарай бұрылған кезде алдымызда үлкен қарағай өсіп тұрады. Міне, яғни мен жолды түсіндіріп бердім. Қалай ойлайсың? Менің түсіндіргенім бойынша сен тез табушы ма едің? Әрине. Міне, тура осылай баланы қарауылдың үйіне дейін айтып жеткізіп жібер. Тамаша балалар, ал енді екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада фигуралардың қабырғаларын өлшеп, оның периметрін табу керек. Периметр табуды жолдарын, тәсілдерін біз алдыңғы 4-5 сабақ бойы өтіп жатырмыз. Бүгін тек қайталау болсын. Келістік па? Ал кәнекей сонымен бірінші тік бұрышты, мына тік 4 бұрыштың периметр табу формуласын қайталап жіберейік. Не істейміз? Ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейте саламыз. Немесе бұны біз ассоциация арқылы забор деп жаттаған болатынбыз. Есіңде ма? Тамаша. Енді шаршының периметрін табу формуласы А көбейту 4. Яғни барлық қабырғаларын бір-біріне қосамыз, немесе 4 қабырғасын көбейте саламыз. Болды. Енді 3 бұрышты табудың формуласы. 3 қабырғасын не істейміз? Қосамыз. Тамаша. Міне, тура солай. Егер көп бұрыш берілсе, ол қанша қабырғасы болса, сонша қабырғасының барлығын қосып шығу керек. Ол 6 бұрыш болсын, 7 бұрыш, 5 бұрыш болсын. Ең бастысы мына бұрыш қабырғаларын өлшеп, сол қабырғалардың барлығын қосып шығу керек. Ал міне формуланы қайталағаннан кейін екінші тапсырманы орындау саған еш қиындық тудырмайды. Кәнеке сызғышыңды алып, тез-тез есептеп жібере ғой. Келесі, үшінші тапсырмада бізде әр шақпақты дұрыс жүру арқылы не істедік? Орман мекендеушілерді салдық. Және де сол салынған орман мекендеушілердің суретке қарап, қандай жануар екенін білдік?
оның қасқыр екенін және екіншісі аю екенін білдік. Енді осы мысалы қасқырды не істейміз? Біз басқаларға жазып жасыру үшін оны қалай жазамыз деген сұрақ. Оны жазудың мен саған мына тігінен қалай жазып көрсететінді басын бастаймын, ал әрі қарай өзің жалғастырасың. Енді қараймыз, міндетті түрде бұл тапсырманы орындау үшін біз басталатын жеріне нүкте қойып қоюымыз керек. Жарай ма? Яғни мына жасайтын, сызатын адам нүктеден бастайтынын білуі қажет. Енді бірінші нүктеден біз не істейміз? Оңға қарай екі шақпақ оңға қарай. Әр қарай бір шақпақ жоғары. Екі шақпақ қайтадан оңға қарай. Бір шақпақ жоғары. Бір шақпақ оңға. Бір шақпақ төмен. Міне осылай біз мына қасқырдың басының суреті не істейді? Салына бастайды. Тура осылай реттілікпен баған түрінде, сосын екінші, үшінші баған ретінде не істейсің? Бөліп формула, яғни кезекпе кезек жазып шығу керек. Енді төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада бізде тік төртбұрыш берілген, және де ол төрт бөлікке бөлінген. Барлық тік төртбұрыш санын не істейміз? Санауымыз қажет. Кейбіреулер қарай салатта төртеу деп айта салуы мүмкін. Бірақ балақай, мына бөлінген бөліктерінің ішінен де тік төртбұрыш шығаруға болады ғой? Иә, әрине болады. Мұқият, жақсылап тұрып, барлық тік төртбұрыш санын не істе? Тауып ал. Ал енді екінші мына көрсетілген фигурада тура сол фигураның ішіне тағы да бір тік төртбұрыш не істеп қойған? Салып қойған. Яғни ол жерде біріншісіне қарағанда тік төртбұрыш саны 2 еселенеді деген сөз. Енді бұл тапсырма қиын емес, өзіңде шығара аласың. Міндетті түрде осы видеоның астына төртінші тапсырма, бірінші осыншама тік төртбұрыш үтір қойып, екіншісінде осыншама тік төртбұрыш деп жазуды ұмытпа. Келістік па? Балақай, шахмат ойын түрін білесің бе? Әрине, естіген боларсың, тіпті ойнауды да білетін шығарсың. Онда мына келесі тапсырмамыз ат жүрісі деп аталады. Ат ол Г ретінде жүреді екен. Яғни қазір Е5 деген нүктеде ат тұрса, кез келген кейінгі жүрістерінде ол қай жерде тұруы мүмкін деген сұрақ. Яғни Г жүріспен 4 жерде тұруы мүмкін ғой. Соның қиылысатын жерін қай жерде тұратын орны екені білуге болады. Мысалы, біреуін қарайық. Егер мен атты алып, жоғары қарай, оң жаққа қарай Г ғып жүретін болсам, онда менің атым F7-де тұратын болады. Міне, тура осылай қалған 3 жүрісте қай жерде тұратынын таба ғой. Үйге номері 6-7 тапсырма беріледі. Бұл тапсырмалар сенің деңгейің жетеді, оны түсіндірудің қажеті жоқ. Себебі сен алғыр, өте мықты мына қазіргі заманға сай онлайн түрде оқып жатқан, дамып жатқан оқушылардың бірісің. Мен тек қана саған қиын болады-ау деген есептерді осындай түсіндіріп отырамын. Ал егер сенің есебің мына видеода жоқ болса, яғни ол есеп сен үшін оңай, сен оны шығара алады деген есептер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.